Банан қабығының пайдасы. Банан қабығы бананның өзіндей болмаса да, көп қажетке жарайтын пайдалы жақтары көп. Сол себепті оны қоқысқа тастамас бұрын нендей мақсатқа пайдалануға болатынын біліп алыңыз. Аяқ киіміне таптырмас крем. Аяқ киіміңізді банан қабығымен сықлап, артынан құрғақ шүберектен сүртіп тастасаңыз, аяқ киіміңіз дүкеннен енді алынғандай жалтырап шыға келеді. Теріңізді күтуге таптырмас құрал. Банан қабығы терісі құрғақ және сепкілі бар адамдарға да пайдалы. Күніне 2 рет банан қабығымен сүртіп отырса, нәтижесі көп күттірмей көрінеді. Өсімдіктерге таптырмас тыңайтқыш. Банан қабығын жеміс көшетін отырғызар кезде пайдалануға болады. Көшет егер алдын топыраққа тастаңыз, сосын көшетті отырғызып көміңіз. Банан сірке суы. Банан қабығынан әдетте қышқыл әрі ащы болып келетін сірке суынан дәмі өзгешеленіп тұратын, яғни тәтті сірке суын алуға болады. Оны салатқа қосуға болады және су мен шайдың қош иісін арттыру үшін пайдалануға болады. Тісті ағартуға таптырмас құрал. Тісті ағарту үшін банан қабығының ішкі жағымен тісті ысқылау керек. Қышыған жерді басады. Маса немесе бүрге шаққан жеріңіз қатты қышып қоймаса, банан қабығымен ысқыласаңыз қояды. Тікенге қарсы құрал. Тікен кірген жерге банан қабығын қойсаңыз, тікен терінің үстіңгі жағына қарай тартылады, артынан суырып тастайсыз. Күйеге қарсы құрал. Киімнің жауы болып табылатын күйеден құтылғыңыз келсе, банан қабығын қойсаңыз жеткілікті, өйткені банан қабығы күйені өзіне тартып алады. Бөртпе, ұшық, безеуге қарсы құрал. Бетіңізде, көркіңізге көлеңке түсіретін безеу, бөртпе пайда болса, банан қабығымен сүртіңіз.